менің сыныбым. Барлық оқушылар сияқты бос уақытында ойын ойнағанды ұнатады. Осындай құмарлықтарын сабақ барысында қолдануға тырысамын. Бүгін де әдеттегідей сүйікті жұмысыма келдім. Сабағым әр күні әр қалай қызықты, әрі пайдалы өтеді. Егер де сіз керемет әдіс-тәсілдерді үйренгіңіз келсе, біздің сабағымызды соңына дейін тамашалаңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Үй тапсырмасын сұрау барысында рандом әдісін қолданамын. Плейпити сайтына өтіп қолдана аласыз. Әрі топқа бөлу үшін де тиімді. Ая. Ортаға келе ғой, Ая. Шортанбай Қанайұлы зар заман. Мына заман қай заман. Азулыға бар заман, азуызға тар заман. Мұның өзі тар заман. Жақсы жаннан түнілген, жаман малдан түнілген. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі жас бір-бірлерін күшейген, жай-жайына жүрмеген. Мұның өзі тар заман. Дәл осылай келесі оқушы таңдалады. Рамирес. Мына заман қай заман, азулыға бар заман, азуызға тар заман. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түнілген, жаман малдан түнілген. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі бір-бірлерін күтеген, жай-жайына жүрмеген. Мұның өзі тар заман. Тарлығының белгісі мұсылманнан қал кетті, тәңірім болған деместен. Атты жұқпас бойына, әрнемсе бойына. Жолмауыз болды үлкенім, қазақ сенің соңыңа. Арқадан дәурен кеткен соң, қолында борыш жеткен соң. Тіпті-амал жоқ қазақтар енді сенің торыңа. Орыс бүркіт біз түлкі, аламын ден талпынды. Орыстан қорлық көрген соң, отырып билер алқынды. Оқушыға мәнерлеп оқытып қана қоймай, теориялық білімін тексеруде маңызды. Іңгәр қоя ғой. Шортанбай Қанайұлының қанша зары болды және атап кетсін. Үй тапсырмасынан кейін оқушыларды қанаттандырып, мадақтау сөздерді айтуды ұмытпаймыз. Сабақты бастамас бұрын рандом әдіс арқылы топтарға бөліп аламыз. Атауларын Дулат, Шортанбай және Мұрат деп қойдым. Миға шабуыл әдісі арқылы сабақтың басын сұрақ қоюдан бастайық. Бөлінуіңіздің себебі не деп ойлайсыздар? Айза айта ғой. Себебі олар зар заман өкілдері. Өте жақсы. Зар заман өкілдерінде кім бөлді? Мұхтар Әуезов. Жақсы, жарайсыздар. Қандай еңбегінде? Әдебиет тарихы. Қай жылы? 1927 жыл. Жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі өтетін сабағымыз, яғни зар заман өкілі Шортанбай Қанайұлының зар заман өлеңі. Және соның ішінде біз өтіп жатқанымыз неше сағаты? 3-ші сағаты. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз Шортанбай Қанайұлы зар заман өлеңі және көркемдегі құралдар. Қазақтың сөз өнері. Тас жүректен жас аңызатын, қара сөзден қан тамызатын, қара қылды қақ жаратын құдіретті тіл. Ал осы тілдің әсерлі, бейнелі болу үшін не керек балалар? Және айшықтау көркемдер. Дұрыс айтасыздар. Яғни көркемдегі құрал біліміміз неге балалар? Және жауап бере қойыңыз. Көркемдер құралымыз автордың шаманы әсерлі бейнелі өзектігін тексеріп отыр. Оның шеберлігін Дұрыс айтасыздар. Оның шеберлігін, яғни автордың шеберлігі. Жарайсыз. Іңгәр. көркемдегі құрал әдеби сөздің әсерлігі үшін ғана емес, әсерлігі үшін де орасан зор қажет. Дұрыс айтасыз. Тыңдарманына қандай болу үшін? Әсерлі, сезімін ояту үшін қажет екен, иә? Жақсы. Ал көркемдегі құралдың қандай түрлерін білеміз, балалар? Айтайық. Аллитерация. Дұрыс, жақсы, жарайсыз, өте жақсы. Ал олардың қызметі қандай деп ойлайсыздар? Айта қойсаңыздар. Өлеңдерді немесе шығармаларды көркемдеп, әдебиет түрінде мағынасын әсерлеп айту. Жақсы, әсерлеп. Сабағыма оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін конверттегі хат әдісі бойынша оқу мақсатын бүгінгі сабағымыздың нысанасы деп белгіледік. Ал енді бүгінгі сабағымыздың нысанасы, мына көріп тұрғанымыздардай, бүгінгі сабақтың нысанасы не екен? Бүгін, яғни көркем шығарманың тілі,
көркем шамадағы көркемдеуіш құралдар синий доха, қайталау түрлері дифра, анафра, аллитерация, ассонанстың қолдану ерекшеліктерін табу және тарихи және көркемдік құндылығы, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портрет мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Ал олай болса, біз бүгінгі оқу мақсатына қол жеткізу үшін тапсырмаға зер салайық. Оқу мақсатына қол жеткізу үшін қазына іздеу 4 сөйлем әдісі арқылы әр топқа тапсырма берілді. Сондай-ақ әр тапсырмаға дескриптор да ұсынылды. Сәттілік балалар! Топтық жұмыс кезінде оқушылар ауызбіршілік пен ынтымақтастықта жұмыс жасауға үйренеді. Әрине, мұғалім әрдайым оқушыларды қолдап, бағыт-бағдар беріп отыруы тиіс. Тапсырманы орындап болғаннан кейін әр топ өз жұмыстарымен таныстырды. Біздің топтың шешімі бойынша біз мынадай ұйғарымға келдік. Автор берген портреттік мінез. Ол туады атамен егесіп, қыз туады анасымен кеңесіп. Іс-әрекеті. Ер балалардың және қыз балалардың мінезділігі. Автор берген портреттік мінезділігі, орыс тілі, біз тілі, алаңын деп қалпынды. Қазақ елінің орыстардың жеткілік болуы. Автор берген портрет мінезділігі. Азуға бар заман, азуға тар заман. Іс-әрекет, кейіпкердің іс-әрекеті. Байлар мен кедейлерді бөліп, байларды құрметтеп, кедейлерді азаптайды. Жақсы, жарайсыздар. Яғни, орыс бүркі, біз бүркі аламын деп қалжыңды дейді. Осы жерде біздің қазақ елінің кімнің жемтігі болғанымызды айтты, орыстардың жемтігі болғанымызды айтты. Біздің топтың шешімі бойынша 19-шы ғасырдың басынан бастап Ресей өзінің орталау саясатын жерлерден бастады. 1922 жылы арнаулы барышылар қазылып жүрді. Осылайша үкімет қазақтардың шырайлы қоныстарға тартып алып, ата қоныстарымен алмастырды. Және Ресей патшалығының отарлау саясатының кесірінен қазақтар өздерінің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тәрбие-өнегесін жойғыза бастады. Жақсы, жарайсыздар. Көркемдік құндылығы, шығарманың көркемдік құндылығы. Қандай көркемдегіш құралдар бар екен? Орыс, үздік біз. Орыс, Бүргі, біз үлгі. Тағы бізде репетит бар екен. Аллитерация бар екен. Анафора, эпифора, ассонанс бар екен, жақсы. Төрт синема әдісі бойынша біз өз ойымызды білдірдік. Пікір. Біздіңше Шортанбай Қонайұлы дұрыс айтқан. Дәлел. Осыған дәлел қазіргі таңда сол заманның қалдықтары қалған. Мысал, салт-дәстүрлі ұмытылған, ата-ана сыйламайтын санасы ұланған жастар көбеюде. Қорытындыға келейік, ел үміті жастардың қолында. Заман өзгеріп екен, адам екен. Адам өзгереді. Адам өзгереді. Жақсы. Елдің болашағы тұспасы сіздердің қолдарыңызда. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Ал балалар, олай болса, топтық жұмысты тәмамдадық. Яғни, топ бір-бірімізді бағалайды. Екінші топ өте керемет жұмыс жасады, маған ұнады. Бүкіл ойлары толық жеткізді деп ойлаймын. Бірақ келесі жолда өте тағы да өз ойларын анық жеткізіп, одан да жақсы жасайды деп ойлаймын. Бірінші топ сіздерге рахмет. Мен енді үшінші топта бағалап кетсем, үшінші топ өздерінің ойын анық жеткізе білген, заманда кім өзгерткенін анық жеткізіп келген. Жалпы керемет жұмыс жасады. Ұсыныстарыңыз жоқ па? Жоқ. Ал олай болса, үшінші топ, бірінші топты бағалап жіберсеңіздер. Бірінші топқа өз алғысымды білдіремін. Бірінші топ өздерінің ойларын нығайтып, жақсы көрсеткіш көрсетті деп ойлаймын. Жақсы, жарайсыз, керемет. Ал балалар топтық жұмыста қиындық туды ма? Жоқ. Ешқандай қиындық туған жоқ па? Жоқ. Ауызбіршілікте, ынтымақтастықта жұмыс жасадық па? Иә. Келіспейтін тұстарыңыз болған жоқ па бір-бірлеріңізбен? Жоқ. Жақсы. Онда келесі тапсырмаға зер салайық. Оқушылар арасында өзара қолдау көрсету мақсатында жұптық жұмыс берілді. Яғни, өлең жолдарынан көркемдеуіш құралдарды анықтап, қолдану ерекшелігіне тоқталып өтуі тиіс. Ал енді метафораның не екенін түсіндіріп кететін болсам, метафора дегеніміз құбылудың бір түрі. Арайды толықтырып кетсем, топ отырған затты айқындау үшін міне зат
дауыссыз. Қ дыбысының не қылуы? Қайталануы. Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі жұп. Бізде мысал, бір пара жанның балдығы, бір пара жанның балсыздығы. Бір пара жанның ғалымға, бір пара жанның залымға. Үшінші кездегіш құрал, анафора, эпифора, және литерация. Анафора тамақ басындағы бастапқы сөздің аталануы. Дұрыс. Эпифора өлең тақырыптарының соңында бір сөзді есім өтешетін болады. Дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Келсек сол балалар, иә? Асусызға бар заман, асусызға тар заман. Бұл жерде өткен құрал снегтоха эпифора. Снегтоха дегеніміз бүтіннің орнына бөлшекті, жалғының орнына жалғаны, көптің орнына жекешенің немесе керісінше қолдан тәсілі. Қолдану ерекшелігін айтатын болса, сол кездегі бай шонжарлардың және сол кездегі пақыр кедейлердің өмірлерін айтқан салыстыр. Сол кездегі олардың кедейлердің, яғни кімге дегені оны? Азусыз деді. Ал азулыға сол кездегі бей шонжарлар деп. Өте жақсы, жарайсыз. Барлығыңыз жұптарыңыз келісіп отырдыңыздар ма бір-бірлеріңізге? Онда өте жақсы, өте ұйымшыл, жұп екен, әрі қол екен. Өте жақсы. Ал балалар, келесі тапсырмаға сіздер салайық. Сабақ мақсатына жету барысында саралап оқыту технологиясында ұмытпауымыз қажет. Оқудағы жетістіктер мен кемшіліктерді анықтау мақсатында саралау тапсырмаларын ұсындым. А деңгейлі жеңіл тапсырма ретінде Kahoot платформасын қолдануға болады. Бұл жүйенің артықшылықтары бір кейс дайындау арқылы барлық оқушыны бір уақытта бағалауға болады. Ал балалар, келесі тапсырмамыз, яғни Б деңгейлі тапсырма, зар заман өлеңінде көтерілген мәселе бойынша біз жаңағы сәйкестендіру. А деңгейлі тапсырмаларын орындап үлгерген оқушылар қалауы бойынша В, С деңгейлі тапсырмаларды орындауға болады. Нәтижесінде оқушылардың табиғи қабілеті мен дарындылық қасиеттерін анықтауға болады. Жақсы, жарайсыз. туған жері оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданының Қаратау туының бойында дүниеге келді. Қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қамалды. Қамалмай енді неғып тұр? Аллитерация. Көргендегі сұрауымыз аллитера. С деңгейлі тапсырма толғаудан алған әсерлерін білдіру мақсатында оқушылар авторға 50-60 сөз көлемінде хат жазады. Балалар, тапсырманы орындап болса, оқи қанела, оқи қойыңыз. Құрметті Шотанбай Қанайұлы, мен сізді алғысайтамын. Сол заманда өмір сүріп, халықты біріккен елін, жерін, тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтап қалу үшін барлығын Жақсы, керемет. Келесі, Нұрбақыт, сіз оқимыз. Шотанбай Қанайұлы, сіз өзіңіз өте жақсы кісісіз. Және де сіздің арқаңызда өте көптеген эмоция, әсерімді айта кетсем. Мен таң қалдым, өте керемет әсер алдым. Және де қазақ халқының ерте кезде қалай қиналғанын енді түсіндім. Жұмыстың нәтижесінде дарынды оқушыны анықтап қана қоймай, оның қабілетін толық көрсете алуына мүмкіндік береміз. Ал сабақтың соңында Mentimeter қосымшасымен оқушылар сабақтың өн бойында алған әсерлерімен бөлісті. Бұл қосымшаның артықшылығы барлық бала бір уақытта қағаз жұмсамай кері байланыс жасай алады. Ал балалар, үйге тапсырма, Шотанбай Қанайұлының зар заман толғауындағы заманның тарлығы мен зарлығының белгісін дәлелдеп ой толғау жазу. Дискриптор берілген шығармадан дәлел келтіресіздер, өз ойларыңызды шығарманың идеясымен